Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен цезарь салатын дайындайтын боламыз. 1-4 порция дайындайтын боламыз және дайын ингредиенттерден. Бізге керек ингредиенттер жұмыртқа, майонез, помидор, чеснок, мында копченый тауық еті және хрустим багет, сыр және пекинский капуста. Пекинский капустаны жуып, ортасындағы қатты жерлерін алып тастаймыз. Қарайған жерлері болса тоже алып тастап, тура видеодағыдай қылып турап аламыз. Турап болған соң үстіне хрустим багет деген түрін қосамыз. Орнына батон арқылы да жасап қосуларыңызға болады. Тап осындай қосу міндетті емес. Тауық етін алып, сүйектерінен ажыратып, тура видеодағыдай қылып тураймыз. Мында мен копченый тауық етін қолдандым, орнына піскен тауық етін де қолдануға болады. Тауық етін турап болған соң, мында негізі черри помидорын қолданады. Менде помидорларым ірі болғандықтан осылай дөңгелектеп турап алдым. Черри помидоры болса, ортасынан бір бөліп қолданасыздар. Салатқа мен осындай майонез қолданам, ряба. Шамамен 100 граммдай майонез осылай тысқа құйып аламыз да, үстінен 2 чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Сосын дұрыстап араластырып, салаттың үстіне салатын боламыз. Майонезімізді араластырып алып, салаттың үстіне 300 грамм сырдың, яғни 100 граммын салаттың үстіне теркалайтын боламыз. Теркалап алғаннан кейін үстіне майонезін қосып, араластырып аламыз дұрыстап. Салатымыз дайын болды. Енді әсемдейтін боламыз. Үстіне помидорларын қойып шығамыз. Помидорымызды қойып болдық. Енді жұмыртқамызды 4-ке бөліп, жан-жағына сәндеп қоямыз. Жұмыртқаны қойып болған соң, үстінен сырды теркалап шығамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар.